Саламатсыздар ма, құрметті Теміртау Конфест парақшасының оқырмандары және Теміртау қаласының жастары, Теміртау қаласының тұрғындары және осы парақшаны әрдайым көріп бақылап отыратын көрермендер. Сіздермен бүгінгі тақырыбымыз әлеуметтік желі қоғамның дерті. Яғни әлеуметтік желіде діни контенттер көп, әлеуметтік желіде теріс ағымдардың уағыздары көп деген сияқты сол турасында бүгін әңгіме қозғайтын боламыз. Әлбетте заман өзгерген сайын, заман ағымына сай жалпы құндылықтар да, өмірлік бір дүниелер де өзгеріп жатады. Соның бірі мынау кейінгі уақытта әлеуметтік желі деген дүние пайда болды. Әлеуметтік желіде біз көптеген өзіміздің қажеттіліктерімізді ашамыз. Оның жақсы жақтары да бар. Яғни әлеуметтік желі арқылы көптеген кітаптарды, не болмаса қандай да бір ақпараттарды қарап өзімізге азық қылып жатамыз. Бірақ өкінішті жағы да бар. Таяқтың екі ұшы бар деген сияқты әлеуметтік желінің көп уақытты алатыны, жастарымыздың көп әлеуметтік желіде пайдасыз видеоларды көретіні біз оны байқап жатамыз. Енді дін саласына келетін болсақ, әлеуметтік желіде қазір уағызшылар өте қаптап кетті. Әртүрлі діни уағыздарды айтады, оның ішінде дұрыс уағызы бар, оның ішінде бұрыс уағыздары барын біз байқап жүреміз. Өздеріңіз білесіздер, әлемдік геосаясаттың ықпалымен Қазақстаннан шетелге 2011-2012 жылдары Сириядағы қақтығысқа көп отандастарымыз кетіп қалды. Зерттей келе бұл отандастарымыздың сонау Африка құрлығына қалай кетіп қалды деген бізде сұрақ пайда болады. Жалпы отандастарымыздың әлеуметтік желі арқылы сонау алыстағы уағызшылардың уағызын тыңдап, дұрыс емес уағыздарды тыңдап, сол жаққа шетел асып кетіп жатқанын біз байқаймыз. Әлеуметтік желі арқылы өздерінің отандарында, өздерінің мекендерінде отырып, жастарымыздың санасын улап жатқан уағызшылардың өте көп екенін білеміз. Жастар көбінесе қазір дінге бет бұрып жатқан жастар мешіттен жалпы діни ақпаратты барып алуға ерініп жатады. Барып алуға ерініп жатқаннан кейін, сабақтан кейін үйде жатып, әлеуметтік желі арқылы көптеген уағызшыларды тыңдап жатады. Ол TikTok платформасы, Instagram платформасы, Телеграмдағы уағыз насихаттарды тыңдап жатады. Өкінішке орай қайсы дұрыс, қайсы бұрыс екенін білмей, сол уағыздардың барлығын өзіне азық қылып жататын жастарды көріп жатамыз. Сол уағыздарды тыңдап алып, жалпы қазақтың құндылықтарын, өзінің елінің, жерінің жалпы егемендігіне күмәнмен қарайтын жастарымыз өте көп болып кетті, өкінішке орай. Сондықтан жалпы мынау әлеуметтік желіде дұрыс уағыз айтатын кісілер бар. Әлеуметтік желіде қате пікірдегі, дұрыс емес, қоғамда іріткі салатын, екі ойлықты туғызатын уағызшылардың қаптап кеткені өкінішке орай бәріміз білеміз. Енді біздің жастарымыз осы әлеуметтік желідегі уағызшылардан қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін қалай анықтай аламыз деген бір жалпы бізде сұрақ пайда болады. Жалпы қандай да бір уағызшының біздің елімізге, немесе жерімізге, қазақшылығымызға, дәстүрімізге, ата-баба салтына қайшы келетін болса, жалпы бұндай әлеуметтік желідегі уағыздарды тыңдамаған дұрыс. Енді жалпы уағыз тыңдайтын қауым бізде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бар, сол жерде өзінің бекітілген уағызшылар бар, соларды тыңдасаңыздар болады. Немесе жергілікті жерлерде, мешіттерде, не болмаса жаңағы дін танушылардан сол діни ақпаратты алуға болады. Өкінішке орай әлеуметтік желіде сол діни ақпараттардың дұрыс бұрыс екенін білмей, қазір көп жастар
YouTube каналы болсын, Telegram каналы болсын, көп уағыздарды тыңдап, бұрынғы ата-бабамыздың дініне, салт дәстүріне күмәнмен қарап жатқан бір тұсы бар. Сондықтан әлеуметтік желі өте қауіпті деп айтсақ та болады. Неге десеңіздер, діни білімі жоқ адамның әлеуметтік желі арқылы уағыз насихат тыңдауы қауіпті, зиян пайдасынан зияны көбірек болып жататынын да байқаймыз. Сондықтан қандай да бір уағызшының біздің кешегі ата-бабамыз Мәшһүр Жүсіп болсын, Абай болсын, Шәкәрім болсын, басқа да зиялы қауымдардың жалпы ұстанған принциптарына қайшы келетін болса, ол адамның уағызында қауіп қатер бар деген сөз. Және әлеуметтік желі арқылы қазір көптеген Телеграмда бот каналдар, адамдар өздерін не істеп қояды? Әлеуметтік желі арқылы сол Телеграм каналына сізді шақырып қояды. Сол Телеграм каналы арқылы уағыздарын жіберіп жатады. Бірақ сіз сол ұйымда тұрғаныңызды өзіңізде байқаймай қаласыз. Әлеуметтік желі арқылы бір видеоларды жастарымыз өзіне жүктеп алып, парақшасына салып жатады. Сол парақшасына салғаннан кейін оны не істейді? Жалпы өз парақшасына салып, соны жайып жатады. Өкінішке орай, бұл да Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, егерде қате дүниелер болатын болса, бұл заңмен жазаланады. Сондықтан әлеуметтік желіде қандай да сізге бір діни видео, не болмаса бір діни картиналар жіберетін болса, ол адамдардың жаңағы айтып жатқаны дұрыс екен білмесеңіз, біреуге таратуға болмайды. Өйткені бұл Қазақстан мемлекетінің заңына қайшы келетінін барлығымыз білуіміз керек. Қазіргі жастардың сабақтан кейін әлеуметтік желіде отыратыны, TikTok желілерінде діни контенттерді көретіні көпке мәлім. Сондықтан жалпы жастарымыздың ата-аналар әлеуметтік желіде жастардың діни уағыз насихаттың кімді тыңдап жүр, нені тыңдап жүр, қандай идеологиямен жүр деген сияқты ата-ана өзінің баласына не жасау керек? Бақылау жасау керек екенін біз білуіміз керек. Әлеуметтік желі арқылы көптеген жастарымыз таңның атысы, кештің батысы сол ақпараттарды қарап, өкінішке орай отбасында жанжал шығып, намаз оқымаса менің ата-анам емес деген сияқты ақпараттарды беріп жатқан жастарды да біз байқап жатырмыз. Сондықтан түйіндей келе, жалпы әлеуметтік желінің пайдасы болса да зияны бар екенін ұмытпауымыз керек. Және де қандай да бір уағыз тыңдау үшін оның біздің қазақы мүддеге, ұлттық салт дәстүрге, ұлттық үрдіске, кешегі ата-бабаларымыздың жолына қайшы келіп жатса, бұндай уағыздардан сақ болғанымыз жөн. Және жастарымызды осы теріс ағымнан сақтау үшін әлеуметтік желі арқылы тексерілмеген, білмеген уағызшыларды тыңдамауға балаларыңызды шақырыңыз және балаларыңызбен сол туралы әңгімелесіп айтыңыз. Әлеуметтік желідегі уағызшылардың барлығының бірдей жақсы ниетте бола бермейтінін, тіпті қандай да бір сұрақтардың пайда болуы, сондай дүниелердің ішінде әлеуметтік желі арқылы жастарымыздың санасын улап жатқан жайы бар. Неге десеңіздер, қазір жалпы жастарымыз дінді ұстаймын деп басқа бір адамның көзқарасымен кетіп жатқанын байқаймыз. Сондықтан әлеуметтік желі арқылы осы жастарымыздың улауына, саналарын улауына жол бермеуіміз керек. Тек қана бекітілген ұстаздарды, не болмаса сол өздерінің мешіттегі қызметкерлер арқылы сол ақпараттарды біліп анықтап алған жөн. Және де дүкен сөрелерінде сатып жатқан кітаптардың дін істер басқармасы, не болмаса мұсылмандар діни басқармасының бекітілуімен жаңағы сараптауынан өткен дүниелерді қана оқу керек. Біздің жалпы жастарымыз болашағымыз, сондықтан әлеуметтік желіде жастарымыз тек қана пайдалы ақпарат алуға шақырамыз.